Жұрттың бәрі бақытқа жетуге талпынып, бақытсыздықтан шошиды. Сондықтан, егер өзіңе бақыт тілесең, онда басқаның бақытты болуына қам қыл. Сонда өзің де бақытты боласың. Бақыт дегеніміз бұл сіздің ойлағаныңыз, айтқаныңыз бен істеген ісіңіздің өзара үйлесімде болуы. Біз теңізге тамған тамшыдай ғана ақыл тыңдаймыз, есесіне оны шелектеп таратамыз. Сіздің қанша іс істегеніңіз маңызды емес, маңыздысы қаншалықты пайдалы болғандығында. Құдай адамға тыңдасын деп екі құлақ, аз сөйлесін деп бір ауыз берді. Адам бала кезінде әке-шешесі туралы ғана, жастық шағында ғашығы туралы ғана, қартайғанда балалары туралы ғана ойлайды. Сөйтіп, оның өзі туралы ойлауға қолы тимейді. Адам арқалаған азабынан мән көрсе ғана қайғысын қабылдауға дайын болады. Текті адам кемшілікті өзінен іздейді, ақылсыз өзгеден іздейді. Бір дана айтқан екен, қашан сізге сіз туралы пікірін айтып жатқанда қандай жағдай болмасын, салқын қанды болыңыз десін. Сізді мақтап жатса да, ренжітіп жатса да, сіздің әңгімелесушіңіз өзінің ақылының деңгейіндегі жағдайын ғана көрсетіп жатыр, сізді емес деген екен. Түрік халқында мынандай бір мақал бар: егер сен нашар алманы татып көрмесең, жақсы алманың қадірін ешқашан түсінбейсің. Өзіме ұнайтынның барлығын иемдене алмадым, бірақ қолда барымның бәрін жақсы көремін. Бақ әрбір адамның есігін өмірде бір рет болсын қағады. Алайда адам осы уақытта үйде болмағандықтан есіктің қағылғанын естімей қалады. Егер Құдай сізді көп күттірсе, демек сұрағаныңыздан да аса көп беретініне дайын болыңыз. Жаратушының заңдарын зерттеп меңгерген соң, өмір бақытқа толы болады, бірақ ешкім өтірік уәде бере алмайды. Мен ғана сені бақытты ете аламын деп, өйткені адамды бақытты ету мүмкін емес. Адам өзі бақытты болуды үйренуі қажет. Алланың жаратқан өмірі заңдылығы бойынша дұрыс ойлауды үйрену керек. Махаббат деген қасиетті күш. Дүниеде махаббат болмаса, адам баласы қуаныш пен қайғының, бақыт пен бақытсыздың не екенін білмей өтер еді. Кейде әдемі сөз сөйлеп, ақылды пікірлер айтып жүретін адамдар болады, бірақ іштей олардың ақымақ екенін сезесің. Барлық адам ақшаның жоқтығына шағымданады, ал ақылдың аздығы туралы сөз қозғамайды. Жақсы тәрбие деген дастарханға соусты төгіп алмау емес, оны біреу төгіп алғанда байқамауды айтады. Адамдардың сөз таластыруы соңсыз. Бұл ақиқатты табу мүмкін еместіктен емес, сөз таластырушылар ақиқатты емес, өзінікінің дұрыс болуын іздегеннен. Өмірде адамдардың 3 тобы бар. Бірінші топ жаратушысын іздеді және тапты. Бұлар ақылды әрі бақытты адамдар. Екінші топ жаратушысын іздеп жүр, бірақ тапқан жоқ. Бұлар ақылды, бірақ әлі бақытсыз адамдар. Үшінші топ жаратушыны іздеп те жүрген жоқ, тапқан да жоқ. Бұлар бақытсыз әрі ақымақ адамдар. Өз нәпсісін жеңе алатын адамнан ғана ақыл кеңес сұра. Басыңа қиын күндер түскенде ешкімге керегім жоқ екен деп ойлама. Сен жай күндерде де ешкімге керегің жоқ. Егер бір жерің ауырса үндеме,
әйтпесе дәл сол жерден ұрады. Егер сен ақылды болғың келсе, ақылмен сұрауды, мұқият тыңдауды, сабырмен жауап беруді үйрен. Айтатын сөз қалмағанда сөйлеуді тоқтат. Егер әйелдер аз сөйлесе, еркектер көп нәрсе тындырар еді. Ертең не болатынын ешқашан білмейсің. Келесі таң ата ма, әлде келесі өмір келе ме? Жақсы сөйлегеннен үндемей қалу қиын. Адамды білгің келсе, оны ашуландыр. Адам ыдыс секілді, ішіне не толы болса, соны төгеді. Болашақ күйеу балаң жөнінде мына 7 нәрсені біл. Оның білімі, тегі, мінезі, қамқоры, байлығы, ажар көркі және жас шамасы. Содан кейін басқасына алаң болмай, қызыңды бере берсең болады. Тәжірибе деген адам өзінің жіберген қателіктерін айтатын сөз. Өмірде еш нәрседен жүрексінбей сүңгіңіз. Ол сізді алдамайды. Өмір керемет картинкалары, мыңдаған бөлмесі, жарқыраған жарығы, ақылды, әсем, биязы адамдары бар бір үлкен ғимарат секілді. Ал осы сарайдың ең әдемі жерінде тұру үшін өмірдің барлық өткелдерінен өтуіңіз керек. Ерінбей еңбек еткен адам ғана бақытқа қол жеткізеді. Біздер бақыт өзі іздеп келеді деп күтпей, керісінше оған өзіміз қол жеткізуіміз керек. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Адам деген әлемнің анық бағы, түсінер мұны олардың данышпаны. Әділетті болу үшін алдымен мейірбан болу керек. Адам баласының көбі алданып қалатын 2 нығмет бар. Олар денсаулық пен бос уақыт. Атағың аспандап айға жетіп тұрса да, қанша жерден бай, мықты, сұлу болсаң да, Алланың алдында дәрменсіз құл екеніңді ұмытпа. Өз-өзіңді таны, бұл даналықтың бастауы. Адам өз мінезін өзгертпейінше, тағдырын да өзгерте алмайды. Өмірдің мәні жасаған жақсылығыңда. Құрметті көрермен, арнаны қолдай отырыңыз. Лайк басып, коммент қалдырып, достармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қарағандарыңызға көп рахмет.